созылған үзілістен кейін облыс орталығында Наурыз мейрамы тиісті деңгейде аталып өтілді. Өңір тұрғындары қаланың бас көшесіне жиналып, күміс көмейәншілердің өнерін тамашалауда. Ұлыстың ұлы күніне арналған шарада қолөнер бұйымдарының көрмесі өтті. Шараға өз туындыларын Қорлан Жақинада келіп отыр. Қазіргі таңда ел декреттік демалыста десе де қол қусырып отырған жоқ. 4 жыл қатарынан қолөнермен айналысып отырған ол кәсіптен нәсіп тауып келеді. Бүгінгі көрмеге мені қалалық әкімдік шақырған болатын. Сол ұсынысты пайдаланып, бізде өзіміздің өнерімізді көрсетуге келіп қалдық. Төр көрпелер, қыздың жолы, мынау қалталар, құдалыққа дайындаймыз, сырға салу набырларын, мынандай корзиналар дайындаймыз, тай-тай, ақжол. Қол қазақтың барлық қолөнерлерін жасаймын. Асық ату, жілік сындыру, қой көтеру мен тоғыз құмалақ. Мереке күні дәстүрге айналған ұлттық ойындарда шет қалмады. Солтүстік қазақстандықтар спорттық жарыстарға белсене қатысты. Себебі әрбір жеңімпазға берілетін жүлде қоры да жетерлік. Көп жігіттер қатынасты. Жілігіміздің ақырғы соңында коммерциялық турнир өткізіп, ондағы сынған жігітке 17.000 теңге сыйақы берілді. Қой көтерген кезде қойды қаншама отырып тұрады, мысалы спортшымыз. Содан кейін сол қойды алады, және жеңімпазға арналған белбеуіміз бар. Сол белбеу беріледі жеңімпазға. Әр спорт түріндегі өздерінің сыйлықтары барлығы бар. Қала тұрғындары бұл мейрамда асыға күткендері көрініп ақтыр. Наурыз мерекесінің лебін сезінген жұртшылық ұйымдастырылған той думанда бір серпіліп қалды. 2 жыл концерт болған жоқ. Мынау коронавирус келіп осы өзімізді ішкене әлтіретіп кетті. Енді осы коронавирус келмей, осы мен жоғалсын. Келер жылдарда, келер айларда жылымыз оңды болып, осы індеттен аман есен құтылайық. Қазақстанымыз осылай жайнай берсін, өсе берсін. Әр адамға қуаныш болсын осындай. Соғыс ештеңе болмасын, тек қана жақсылық болсын, ақ мол болсын. Еліміз тиыш болсын, президентіміз аман болсын. Наурыз мейрамын солтүстік аймақ тұрғындары осындай шат-шадыман көңіл күймен атап өтті. Дана Калиева, Азамат Илубаев, Первый Северный.